Сәлеметсің бе Айжан? Сәлеметсің. Қалың қалай? Жақсы. Керемет, қуаныштымын қалың жақсы болғанда. Бүгін екеуміз жеке сабағымызды бастаймыз. Қазір екеуміз оңдап тұрып тілімізбен жаттығу жасап алайық. Кәнекей, әппеден отырайық, айнаға қарап күлімсіреп, аузымызды кең ашайық. Қатты аш. У. И. Ат шабады. Қолымызбен көмектесейік. Біреуін ашып, біреуін жабайық, тоқтатайық. Тоқтатауға. Сағаттың тілі. Тілін шығар. Тіл жоғары. Көрсетемін. Төмен. Жоғары. Төмен. Оңға. Солға. Жіңішке. Жіңішке. Созалға. Жалпақ. Жіңішке. Жалпақ. Жарайсың. Тілімізді жазалайық. Айтамын. Енді ерінмен соғайық. Футбол. Тіл тетер, тілмен тер. Жақсы. Тіліміз аздап демалсын, жарайсың, Айжан. Ал қазір екеуміз жұмысымызды ары қарай жалғастырамыз. Қазір мына жердегі оюларды үрлейміз. Қара, кигіз үйдегі ою. Қазір осы кигіз үйдегі оюды үрлеп, біз ш дыбысын шығарамыз. Қаралдай. Деп жақсы ма? Ұстай қойып. Үрлей қойып. Бірінші жай үрлеп аламыз. Енді Айжан деміңді алып ал, сосын бай. Көтертілді. Жарайсың. Бере қой маған. Өте жақсы. Ал енді ары қарай екеуміз қазір осы ш дыбысын тағы да әдемілеп айтып көрейікші. Көтере қой тілді. Жарайсың. Керемет жақсы айтылды. Тағы да. Енді осы ш дыбысын дауысты дыбыстармен достастырайық. Маған қара айнаға, менімен бірге қайталайық. Ша. Ша. Шо. Шу. 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 Ши. Ши. Ш. 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 Ше. Ше. Жарайсың, керемет. Ал қазір екеуміз осыны мынау нейрожолдардың көмегімен ары қарай пысықтап алайық. Екі түсті тауып астында қолмен пысықтайсың. Ша, ша, ша. Айта ғой. Айт. Ша. 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 Молодец. Енді шо, шо, шу. Айта ғой. Шу. 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 Шо. Шо, шо. 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 Молодец. Жарайсың. Керемет. Ал қазір ш дыбысы бар қысқа сөздерді айтайық. Кәне айнаға қара. Қыз. Қара. Шана. Шана. Шам. Шам. Айнаға қара жұмыс істейді. Шай. Шай. Шаш. Шат. Шаш. Шат. Шүп. Шут. Молодец. Жарайсың. Ал тағы да шет. Шет. Шық. Шық. Шаш. Шат. Шар. Шам. Жарайсың, Айжан. Ал енді қарашы, бізде мынандай сиқырлы сандық бар екен. Бұл не? Айтамыз. Коробка. Коробка. Қазақша сандық дейді. Сандық. Сандық. Қандай сандық? Әдемі, е? Әдемі. Әдемі. Ал бұл сандық
бос емес. Бұның ішінде бізге тапсырма бар екен. Кәнеке, ашып көрейік пе? Көрейік е? О, ішінде қандай тапсырма бар екен? Кәнеке, тапсырмаларды алып, орындайық. Кәнеке, жинап көрші. Uşak. Бөлмедім. Жинай ғой. Мына uşak. Кәнеке, қос. Ой. Кәнеке, қосып көрейік. Ой. Бұлай де. Ой. Мына uşak. О, шақ. Кәне, Бала. айнаға қара. Айнаға қара. О, Шак. жоқ. О, қайтала. Шақ. Шак. Жарайсың. Ұшақты да. Мына Ұшақта бала отыр екен, не? бала. Ол бала отыр. Дұрыс айтасың. Ал мынау не болады екен, қарай ғой. Мына uşağın Жина бірінші. бой. Мхм. Я думаю, бой. Дұрыс ойлайсың. А Сонда не шықты бізде? шалбар. Керемет, шалбар. Қайтала тағы да. Шалбар. Л дыбысында дұрыстап айтайықшы, кәнеке. Қара, айнаға. Шалбар. Шал. Ұшақ. Uşak. Ұшақ. Ұшақ не істейді? Uşadı. Молодец. Шалбардың түсі қандай? Көк. Айт, көк. Көк. Шалбар. Шалбар. Керемет. Жақсы. Енді жинап бұны сандыққа сала қояйық. Sandıkta şalbar. Шалбарды саламын де. Şalbardı. Şalbar. Vay çedi. Дұрыс. Келесі. Ұшақ. Uşak. Vay çedi. Vay. Жаба қой сандық. Жабасың. Керемет. Ал енді ары қарай тағы да жұмысымызды жалғастырамыз. Қара, келесі біздің тапсырмамыз сөздік диктант деп аталады. Алдымызда үлкен терезе тұр. Ол терезеде кішкентай ұяшықтар бар екен. Олар түрлі түсті оюлармен безендірілген. Қара, түйе табан, қошқар мүйіз, құс қанаты деген оюлар бар екен. Осы ұяшықтың артында тапсырмалар бар екен. Кәнешекке ұяшықтардың түстерін атап кетейікші. Қандай түсті ұяшық? Yaşıl. Жасыл, Şalvar. сары, Kızıl. Көк. көк. Енді Айжан, осы ұяшықтардың барлығын ашып, артындағы тапсырмаларды көрейік. Қай түсті ұяшықты ашқың келеді? Қай түстін аштың? Yaşıl. Жасыл түстін аштың. Сосын, келесі. Қандай түсті аштың? Көк. Сары. Сары. Сары ғой мұнда ғой көк. Қандай түс, кәне қарашы қайтадан. Қандай түс? Şalvar. Сары. Қателесіп кеттік, ештеңе етпейді. Ал сары түсті ұяшықтың артындағы суреттермен жұмыс істейікші, кәнеке. Кімдерді көріп тұрсың? Олар не істеп жатыр? Қайда олар? Tüyek. Кімдер? Бірінші айтамыз, кімдер? Балалар. Балалар. Не істеп отыр? Tüyek. Сурет Tüyek. салып Şalvar. отыр. Otur. Ал енді қарашы, нешеу бала отыр? 4 бала отыр, е? 4 бала. Ал неше бала түрегеп тұр? Мынау. Нешеу? Мынау. 1 бала, е? Айт, 1 Bir бала baba түрегеліп duyup тұр. Қалай ойлайсың? Олар ненің суретін салады? şarkı. Шариктің суретін салады. Шарларды салады, е? Ал келесін аша ғой. Қандай түсті аштың? İşte bağladı. Балаларды аштың, е? Балалар не істеп жатыр? Tamam çivar. Балалар тамақ ішіп отыр. Ал нешеу қыз бала бар екен? Biliyor. 1 қыз бала бар екен. Қалғандары ұл балалар, е? Ұл Айт, балалар. ұл балалар. Олар не жеп отыр? Ben şarkı
Асханада, асханада. Ал мында балалар қайда? Топқа. Топта. Топта. Жақсы. Келесін аша. Ал, бұнда кім деді көріп тұрсың? Балады. Балалар. Балалар не істейді? Балалар не істеп жатыр екен? Иточек. Гүл жинайды екен, е? Ал олармен кім бар? Мынау кім? Апай. Апай. Ал қалай ойлайсың? Мынау қандай жыл мезгілі? Көзі. Күннің көзі шығып тұр, е? Қандай мезгіл? Жаз мезгілі, е? Жаз мезгілі. Неге біз жаз мезгілі деп айтамыз? Балалар қалай киінген? Жеңіл киінген, е? Жеңіл киінген. Қара шорты, футболка киген. Яғни олар жеңіл киінген екен. Мұна үй. Үй бар екен. Ал не ұшып келе жатыр? Құс. Қане қолыңды бере қойма. Құс. Құс ұшып келе жатыр, е? Жарайсың, Айжан. Ал барлық суреттерде біз адамдарды көріп тұрмыз, е? Балалар сурет салып отыр екен. Балалар тамақ ішіп отыр екен. Мына жерде балалар апай мен далада серуендеп жүр екен, е? Серуендеп жүр. Олардың апайдың жанында қандай ойыншық жатыр? Мынау не? Доп жатыр екен. Яғни балалар қазір гүл теріп ойнап болғаннан кейін не ойнайды? допты. Доп ойнайды екен, е? Доп ойнайды екен. Ал жарайсың, бұл 3 ұяшықпен біз сенімен жұмыс істедік. Енді бізге керек бүгінгі сабағымыз бойынша бірінші ұяшық, е? Қара, бұл ұяшықта жеке сөздер берілген, яғни жеке суреттер. Біз соларын атаймыз. Бірінші сурет шолпы. Қайталап, шолпы. Әнекей, буынға бөлекші, неше буын бар екен? Бөлек. Шолпы. Неше буын бар? Неше буын? Екі буын бар екен. Шолпы әдемі. Ол қазақтың ұлттық әшекейлеріне жатады. Шашқа тағады екен. Дұрыс айтасың. Ал мынау не? Шапан. Шапан да қазақтың ұлттық киімдеріне жатады. Оны үлкен адамдар да, балалар да, жастар да киеді екен. Оны оюлар мен әшекейленеді. Әсіресе қазақтың ұлттық мерекелерінде киіп жүреді екенбіз, е? Әнекей, оны да буынға бөлекші. Шапан. Жоқ, бірге. Шапан. Неше буын? 2 буын. Мынау шалғы. Ал буынға бөле қой. Айт, шалғы. Жарайсың. Шаңғы. Шаңырақ. Шалбар. Шахмат. Шар. Бір шар ма, көп пе? Ендеше қалай айтамыз? Шарлар. Шағалар. Жарайсың. Ал Айжан, қарашы, мұқият қарап ал да, есіңе сақта. Қазір қандай суреттерді сен есіңе сақталғанын біз табамыз. Жақсы ма? Мынау үйде? Мынау шаңырақ үйде болады, е? Ал есіңе сақтадың ба? Жабамын. Мен қазір жабамын, сен айтасың. Ал неше сөзді есіңе сақтадың екен? Қане, мына жерде не болды? Жасыл түсті болды. Артында қандай суреттер болды? Шалғы болды.
Шытым шалғалақ. Шағала болды, дұрыс айтасың. Сосын шаңырақ болды. Сосын нені үрлеуші еді? Шалда. Шар болды, иә? Тағы не болды? Аталар мен апалар, адамдар не киеді мерекеде үстіне? Шапан болды, шапан. Кәнекей қарайық. Қандай сөзді біз айта алмадық? Мынау не айтпадың, е? Шолпы, Шолпы. шаңғы айтпадың, шахмат айтпадың. Ал қалғандарды сен барлығын атадың. Қара, 9 сөзден сен 6 сөз жаттың. Шалды. Шалды. Шарды Ган. айттым де. Аттым. Айттым. Жарайсың Айжан. Көп рахмет. 6 сөзді есіңе сақтадың. Тағы бір қонақ келіпті екен. Қара. Бұл кім? Айша. Айша. Айша қонаққа келіпті екен. Кәнекей Айшамен амандасайықшы. Айт, сәлем Айша. Сәлем. Сәлем Айша. Қара, Айшаның қолында қапшығы бар екен. Ол қапшықтың ішінде не бар екен, кәнекей? Айша да бізге тапсырма келген екен. Кәне ашып көрейік. Көреміз бе? Көреміз. Ал алып шықшы өзің. Кәнекей, алып шық. Кәнекей. Молодец. Айша бізге көп суреттер әкеліпті екен. Ал кәнекей, бұл суреттерді қара. Айшаға атап берейік. Айша айтады, менің суреттерімді көмектесші, қалай айта алатын екен дейді. Кәнекей, айтайықшы, бұл не? Чай. Чайник. Чайник. Түсі қандай? Жасыл. Жасыл, жарайсың. Мынау жаңа болды бізде. Шапан. Шапан. Жарайсың. Мынаны біз жаңа көрдік тұрды. Ушак. Ошақ. Мынау не? Шапка. Шәпке. Шапке. Ал мынау? Шие. Шие. Мінекей Айша бізге қандай көп суреттер әкелген, е? Сол суреттердің барлығын сен атап бердің. Уja бұдды. Үйден келді, я. Ал айтшы, шие Шие. қандай екен? Шие. Тәтті. Тәтті екен. Ал шәйнек. Біз не істейміз? Шием. Шәй қойып ішеміз, е? Шапанды кімдер киеді? Балалардан. Адамдар киеді, аталар, әжелер, балалар да киеді. Ұшақпен кім ұшып бара жатыр? Бала. Бала Бала. ұшақпен Ушакпен. ұшып Ұшып. барады. Балады. Жарайсың. Ал мынау қандай? Шапке. Қандай шәпке? Балалардан. Қандай шәпке? Жылы ма, жұқа ма? Шукам. Жұқа екен, е? Жұқа деп ойлайсың, е? Жарайсың. Біз мінекей Айшаның да тапсырмасын орындадық. Мен сенің арқаңда қапшығымдағы суреттердің қалай аталатынын білдім. Рахмет Айжан, сау бол дейді. Сау бол. Жарайсың Айжан. Ал енді біз бүгінгі сабағымызды ары қарай жалғастырайық. Қарашы, ортада не жатыр екен? Қара, тұра. Енді келесі ойынымыз қызықты шеңбер. Қызықты шеңбер. Мен қазір сөздер айтамын. Айжан, маған қара, мұқият бол. Қандай сөзде ш дыбысы кездеседі, шеңбердің ортасына секіресің. Ш дыбысы болмаса, орныңда тұра бересің. Жақсы ма? Доп. Бар ма? Жоқ екен. Шаш. Шаш. Кубик. Шапан. Үй. Айна. Бар ма? Жоқ. Ақырындап құлақ қалма. Дұрыс тұр. Ұшақ. Ұшақ бар? Бар. Жақсы. Айжан, осымен біз көп тапсырмалар орындап бүгінгі сабағымызды аяқтауға да таяп қалдық. Сен өте жақсы жұмыс істедің. Саған мен бүгін 5 деген баға қоямын. Қандай дыбысты біз қорытындыладық бүгін? Ш. Ш дыбысымен жарайсың. Кәнекей айтайықшы. Ша. Қоңсық. Ша. Біздің Айжан тамаша. Айжан тамаша. Жарайсың Айжан. Көп рахмет. Сау бол.